Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Қарлығаш Асылханқызы. Дәл осындай керемет, жұмсақ, әдемі, балғын пицца жасағыңыз келеді ме? Олай болса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Жан-жарыңызға, балаларыңызға осындай дәмді, жұмсақ, сыры созылып, керемет болып дайындалатын пиццаны жасап беріңіз. Пиццаның толық рецептін профилімдегі сілтеме арқылы YouTube каналымнан көре аласыз. Каналыма кіріп, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Каналымда түрлі МКлар, тегін рецептер бар. Гүл манты, хит болып жатқан тюльпан самсаның рецепті, печеньеден десерт жасау, творожный пирог, және 25 минутта дайын болатын қаттама, қазанда піскен самса, панкейки, заказға жасайтын пахлаваның, духовкасыз пломбир торт және чак-чактың рецептері бар. Помидорды қалай қысқа дайындау керектігін көрсетемін. Дәл осылай пакетке ыңғайлап салып қоюға болады. Қыста тамақ жасағанда осындай дана-дана помидорларды қосып, тамақ жасасаңыз өте дәмді болып шығады. Ол үшін помидорды жуып тазалап, суын сырғытып аламыз. Дөңгелектеп, тақтайшамызға қойып, барлығын кесіп, пакеттің үстіне жайып шығамыз. Қыста тамақ жасағанда тамаққа қосуға ыңғайлы етіп турап аламыз. Мен дөңгелектеп осылай турап алдым. Оның барлығын холодильниктің листіне салып, оның үстіне пакет қойып, оның үстіне тағы да помидор қосып, барлығын бірінің үстіне бірін қойып, реттеп қойып шықтым. Енді морозильникқа 1-2 сағатқа қатырып аламыз. Міне дәл осылай помидорымыз қатты. Енді оны пакетке ыңғайлап салып, реттейміз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша пакеттерге салып қойсаңыз болады. Енді морозильникте қыс бойы осылай тұрады. Қалаған кезіңізде алып, тамаққа қосып, ас әзірлесеңіз өте керемет болып шығады. Сіз үшін пайдалы болса, тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін өте дәмді пахлаваның рецептімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, рецепті описанияда қалдыратын боламын. Ал енді пахлаваның қамырын жасаймыз. Ол үшін 180 грамм сливочный маслоға 150 грамм ұн араластырып, барлығын қолымызбен бір келкетіп араластырып аламыз. Ұн мен май қолға жабыспайтындай араластырды. Енді бір шай қасық разрыхлитель қосамыз. Оның үстіне 4 жұмыртқаның ағын және қаймақ қосып, қамырмен жақсылап араластырамыз. Қамырды осылай біріктіріп, бетіне ұн сеуіп, салафанға салып, холодильникке 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Енді пахлаваның арасына салатын қоспасын дайындаймыз. 5 жұмыртқаның сарысын жақсылап венчикпен араластырып көпіртеміз. Жұмыртқа аппақ болып көпірді. Енді оған аз-аздан шекер қосып, тағы да біраз араластырамыз. Шекердің барлығын бірден салуға болмайды. Аз-аздан араластыру керек. Әйтпесем жұмыртқаның көпіршігі басылып қалады. Мен 300 грамм мейіз, 300 грамм жаңғақ және бетіне ірі жаңғақтарын бөлек алып қойдым. Оны пахлаваның бетіне қоямыз. Енді жаңғақты пакетке салып, оқтаумен майдалап аламыз. Жаңғақты осылай майдалап аламыз. Енді мейізді майдалап ұсақтап турап аламыз. Бір мейізді 2-3-ке бөліп, барлығын майдалап турап дайындаймыз. Мейізді де жаңғақты да жақсылап майдалап алдық.
Енді майдаланған мейізді жұмыртқаның бетіне қосып, асықпай жайлап араластырамыз. Оның үстіне жаңғақты қосып, оны да барлығын бір келкетіп араластырып аламыз. Міне, дайын болды, жақсылап араласты. Холодильникте 3-4 сағат тұрған қамырды шығарамыз. Оны 1-2 рет жақсылап елеп, 4 бөлікке бөліп аламыз. Домалақтап, 4-еуінде жаюға дайындаймыз. Енді 4 бөлікті қамырды жеке-жеке жайып аламыз. Қамыр жұмсап кетеді, сол үшін тез-тез оны сеуіп жайып аламыз. Енді листке қағаз төсеп, оның бетіне май жағып, қамырымызды салып алдық. Қоспаны әр қамырдың арасына бөліп құямыз. Бір қоспаны 3 бөлікке бөліп аламыз. Қоспаны бір тегіс етіп, барлық жеріне жеткізіп жағамыз. Енді екінші қамырды да жайып, бағанағы дайындаған листімізге саламыз. Қамырды жабыстырып алмай, абайлап, бірінші қамырдың үстіне екінші қамырды осылай төсеп аламыз. Енді оның үстіне тағы да қоспаны жайып, бір тегіс етіп аламыз. Оның үстіне үшінші қамырды жайып, шеттерін туырлап, тегістеп шығамыз. Үшінші қамырдың үстіне қоспаның қалған бөлігінің барлығын қосып, бір тегістеп жағып шығамыз. Енді төртінші қамырды жайып, тегістеп, пахлавамыздың жоғарғы бетіне қойып, асықпай жайып аламыз. Шеттерінің барлығын жақсылап туырлап аламыз. Енді оның бетіне бір жұмыртқаның сарысын жағамыз. Не қалап жағып шықтық. Енді пахлаваның бетіне пышақпен қатты баспай сызып шығамыз. Ромбик тәрізді пішін жасап, пахлаваның бетін барлығын бір келкетіп сызып шығамыз. Енді бірінші алып қойған жаңғақтың ірі бөліктерін пахлаваның бетіне әдемілеп қойып реттеп шығамыз. Міне осындай әдемі пахлаваны 180 градуста духовкаға салып қоямыз. Пахлава пісіп шыққанша 100 грамм қантқа 50 грамм су қосып, газге қосып қайнатып аламыз. Міне осылай пісіп шықты. Енді барлығын сызған сызық бойынша ромбик тәрізді етіп кесіп аламыз. Енді осының бетіне қайнатылған сиропымызды қасықпен әдемілеп құйып шығамыз. Енді духовкаға тағы да 5 минут пісіріп аламыз. Осындай әп-әдемі болып піседі. Пахлавамыз ауызда еритін өте дәмді болып шықты. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жасап кетіңіздер. Сіздер де үйлеріңізде осы рецепт бойынша жасап, комментарияға қалай шыққанын жаза кетіңіз. Рецепт пайдалы болса, жақындарыңызға осы видеоны жіберіп бөлісіңіз. Келіп, осы рецепті достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіңіз. Видеоға лайк басып, комментарияда өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай роза гүлге ұқсайтын гүл манты жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, қолдап, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеоларымда керемет, жеңіл, оңай рецептермен бөлісемін. Қоңыраушаны басып қойыңыз. Енді 250 мл суға тұз қостым, 2 шай қасық тұз қостым. Жақсылап ертіп алып, 350-400 граммдай ұн қосып, қамырымызды біріктіріп илейміз. Қамырымызды асықпай біріктіріп, астын үстіне кішкене ұн сеуіп, жақсылап біріктіріп илеп аламыз.
Міне, бірікті қамырымыз. Енді гүл мантының ішіне қосатын қоспасын дайындаймыз. Ол үшін 4 пиязды майдалап ұсақтап турап, оның ұзындығынан тағы да 4 тәрізді қылып, 4 пиязды да майдалап, жақсылап турап аламыз. Мен қамырдан 2 зола шығатын болған кейін, оның біреуін осы 350 грамм фарш қостым, екінші золасына асқабақтан жасадым. Асқабақ қосылған мантыны келесі видеоларда көрсететін боламын. Фарш қатты майлы болғаннан кейін 1 картошка қосып жібердім. Сонда мантымыз өте дәмді болып шығады. Енді 1,5 шай қасық тоз қостым. 1/4 чайный ложка универсальный приправа. Сосын мантыға арналған приправадан тағы 1 чайный ложка қосып, жақсылап араластырып алдым. Жақсы араласты. Енді қамырын дайындаймын. Бір сола қамырымызды әдемілеп шетінен бастап жаямыз. Сонда қамырымыз бір тегіс әдемі болып шығады. Енді оқтаумен қамырды асықпай, ұн сеуіп, жайып үлкейтеміз. Қамырды жұқа етіп жайып алып, манты түйуге дайындаймыз. Қамыр бір тегіс жұқа болып жайылды. Енді ортасынан бөліп, шет-шетінен, көлденеңінен барлығын осылай кесіп аламыз. Енді дайын мантының қоспасын бір шетіне торлап, қамырдың жететіндей мөлшерде аз-аздан салып шығамыз. Қамырдың бір шетін екінші шетімен біріктіреміз. Сосын оны ораймыз. Орап шетін мантының астына қарап жабыстырып жібереміз. Орап болғаннан кейін гүл тәрізді етіп, шет-шетін қайырып шығамыз. Сонда роза гүлге ұқсап әдемі болып шығады. Енді манты фарканың астын майлап, роза гүл мантыларымыздың бәрін әдемілеп салып жайғастырамыз. Мантының беті кеуіп кетпес үшін сұйық майды жағып шығамыз бетіне. Сөйтіп 45 минутта мантыларымыз піседі. Роза гүл ұқсаған мантымыз дайын болды. Енді қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте дәмді, ерекше. Осылай жасаған гүл манты ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұмсақ шоколадты картошка жасаймыз. Балаларға үйден печеньеден жасап беруге болады. Қонақтар келгенде де десерт ретінде ұсынсаңыз, өте сүйсініп жейтін болады. Бұл картошканы бір жеген адам міндетті түрде қайта жасап бер деп өтінеді. Өйткені себебі дәмі өте керемет. Осы каналымда ерекше әрі оңай рецептермен бөлісіп отырамын. Видеоларымды өткізе алғаныңыз үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал енді үйдегі печеньеден картошка жасаймыз. Бір пакетке печеньенің бәрін салып алып, аузын жақсылап байлап, астына тақтай қойып, үстіне оқтаумен жақсылап печеньенің барлығын үгітіп аламыз. Барлығын толып майдалап болғаннан кейін ыдысымызға бүкіл печеньені салып аламыз.
Міне барлығы біркелкі майда ұсақ болып шықты. Енді печеньемізге араластыратын қоспамызды дайындаймыз. Сгущенкаға 2 ас қасық какао қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай ұнтақтары қалмау керек. Барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Сосын еріген сары майды қосып араластырып, қоспамыз біркелкі болғанша араластыра береміз. Енді үгітілген печеньенің үстіне құйып, бәрін біркелкі етіп, сгущенка сіңгенше араластырамыз. Жақсылап араласып шықты. Енді қасықпен қолымызға алып, жаймен домалақтаймыз. Маған картошканы домалақ етіп жасаған ыңғайлы болды, сондықтан дөңгелектетіп домалақ етіп жасадым. Ыдыстағы барлық печеньені осылай дөңгелектетіп, әдемілеп домалақтап шығамыз. Мен Қазақстан шоколадпен сары майды араластырып, сұйық етіп ертіп алдым. Енді печеньеден жасалған дөңгеленген картошканы шоколадтың үстіне батырып, тарелкаға әдемілеп қойып шығамыз. Ыдыстағы шоколад қатып қалмас үшін бокалға ыстық су қойып, оның үстіне шоколадымды қойып қойдым. Сонда шоколадым қатып қалмай, еріп, жұмсақ болып әдем болып тұрады. Шоколадқа батырылған печенье өте әдемі көрінеді, әрі дәмі ерекше әдемі болады. Дәл осылай барлығын тарелкаға әдемілеп тізіп қойып шықтым. Отбасыңызға осылай жасап берсеңіз, қуана-қуана сүйсініп жейтін болады. Сізде үйдегі бар печеньеден осындай керемет десерт жасап көріңіз. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Толық нақты қанша грамм қосқанымның барлығын описанияға жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көріп, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және қалай шыққанын комментарийда бөлісе кетіңіз. Дәл осы видеоны WhatsApp желісінде, Instagram желісінде поделиться бөлімін басып, құрбыларыңызбен, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Олар да үйінде осындай печеньеден керемет десерт жасап, отбасын қуанта жүрсін. Барлығыңызға ас болсын. Видеоны менімен бірге соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Қарлығаш Асилханқызы. Дәл осындай қатпарлы әдемі чак-чак жасағыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріп
қолдап отырыңыз. Осы чак-чактың рецептін жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Видеоны сохранить етіп алып, немесе құрбыларыңызбен бөліссеңіз де болады. Ал енді осындай дана-дана, көзге тартымды көрінетін, дастарханның сәні болып тұратын чак-чакты бірге жасайық. Өте дәмді, қытырлақ, керемет болып шығады. Бізге қажетті заттар: сүтімізді жылытып, оған ертілген сұйық майды қосамыз, ертілген сливочный майды қосамыз. Барлығын бір келкетіп араластырып, 2 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқамыз сүтпен жақсылап араласқанша күтеміз. Мен енді 2 шай қасық қопсытқыш қосып алдым. Қоспаға салып араластырамыз. Көпіршіп, қоспаның бетінен шығу керек осылай. Енді мөлшеріне қарай ұн қосып, қамыр жасап аламыз. Ұнды аз-аздан қосып, бір келкі қамыр жасаймыз. Дәл осылай қамырымыздың басы бірікті, жақсылап иілеп, тегістеп аламыз. Енді дайын болған қамырды екіге бөліп, домалақтап суалап, оқтаумен жаюға дайындаймыз. Қамырды иіліп болғаннан кейін, оны осылай бөлек етіп алып, қолмен жайып алсақ, оқтаумен жаюға өте ыңғайлы болады. Әрбір тегіс әдемі болып жайылады. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер, өте ыңғайлы. Қамырды жұқа етіп, бір келкетіп жайып алдым. Енді екі жағынан осылай ұзыншалап орап шығамыз. Ортасын пышақпен бөліп аламыз. Тақтайдың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды қойып аламыз. 1 см қалыңдықта қиғаш етіп, жақсылап қамырды турап аламыз. Екінші қамырды да дәл осылай 1 см қалыңдықта қиғашынан турап дайындаймыз. Мен ұнын аздау сеуіп көппін. Осылай арасын ашып, барлығын тақтайдың бетіне қойып аламыз. Енді қызып тұрған майға чак-чактарымызды салып, екі бетін майға қуырып аламыз. Екі бетінде жақсылап қызартып қуырып, сүзіп аламыз.
Енді 200 грамм шекерге 100 мл су құйып, дәл осылай кеседегідей сироп жасап аламыз шекерден. Дайын болған чақчақты соған малып екі бетінде ыдысымызға әдемілеп қойып шығамыз. Міне біздің қатпарлы, өте дәмді чапшақтарымыз дайын. Қонақтар келгенде немесе өзіңіздің үйіңізге осылай жасап, отбасыңызға ұсынсаңыз, қуанып қалады. Описание бөліміне еще деп бассаңыз, рецепттің нақты үлгісі шығады. Сол жерден рецепті ала аласыздар. Қанша грамм қосқанның барлығын описаниеда қалдырамын. Чапчак сізге ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарияда өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Сіздер де мен сияқты дәл осылай жасап көріңіздер. Және комментарияда қалай шыққанын бөлісе кетіңіз. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін біз творог қосылған пирог жасаймыз. Осындай әдемі, тартымды, керемет болып шығады. Ал енді пирог жасауға кірісеміз. Ертілген сұйық май, шекер, 2 жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бір келкетіп араластырып болғаннан кейін, оған қопсытқыш қосамыз. Мен 2 шай қасық қопсытқыш қосып алдым. Енді тағы да біраз араластырып, қопсытқыш ерігенше күтеміз. Каналымда түрлі керемет оңай рецептермен бөлісіп отырамын. Жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыз. Жақсылап араласты. Енді ұн қосып, қамыр жасап аламыз. Азыздан қосып араластырамыз. Ұнның бәрін біріктіріп, қамыр жасап, илейміз. Міне, ұнның басы бірікті. Енді аз ұн қосып, әдемілеп, илеп аламыз. Енді кішкентай тарелкаға салып, бетіне кез келген пленканы жауып, холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Творогты пирогтың бетіндегі творогын дайындап аламыз. 2 жұмыртқа, шекер қосып, шекер ерігенше жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласып шықты. Енді творогымызды қосамыз. Енді барлығын әдемілеп
шанышқымен араластырып шығамыз. Енді листке май құйып жағып аламыз. Шет-шетінің барлығына бір тегіс етіп жағып болғаннан кейін дайындаған тоңазытқыштан алынған қамырды қойып, оны да жіңішке етіп листке жайып аламыз. Қамырдың азғантай бөлшегін бөлек алып қойып, пирогтың шетіне дөңгелек етіп жайып қойып шығамыз. Дайын болған пирогтың қамырының үстіне араластырған творогымызды салып, бетін тегістеп шығамыз. Творогты тегістеп шықтым. Енді оның үстіне кептірілген малина қосып, болмасам үйде қандай жеміс-жидек болса, соны қосып, бетін әдемілеп сәндеуге болады. Осылай барлық жеріне қойып шықтым. Енді әсел пешке 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Сіздерде градусы өте қатты қызып кететін болса, төмен градусқа қойып пісіріп алыңыздар. Міне біздің творог қосылған пирогымыз дайын. Балалар сүйсініп, рахаттанып отырып жейтін пирог дайын болды. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі, қатпарлы тюльпан самса жасаймыз. Каналымда бұдан да басқа керемет оңай рецепттермен бөлісіп отырамын. Подписация бөлімін басып, тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Қонақ шақырғанда дастарханның әдемі сәні көркі болып тұратын тюльпан самса қатпарлы, өте дәмді, өте әдемі көрінеді. «250 мл су, 1 жұмыртқа, 2 шай қасық тұз қостым. Болды, басқа ештеңе қосқан жоқпын. Қамырдың жасалуы да өте оңай. 350, 400 немесе 500 грамға жоқ мөлшеріне қарай ұн қосып, қамыр жасап елеп алдым. Оны 2 бөлікке бөліп, жақсылап тындырып аламыз. 5-10 минут тынған қамырды енді илейміз. Шет-шетінің барлығын тегістеп, илеуге дайындап, қамырды үлкейтіп аламыз. Қамыр үлкейін деген кезде арасына ұн сеуіп, оқтаумен жұқа қамыр жайып аламыз. Қамырды толықтай жайып болдым. Енді арасына ұн сеуіп, бір шетке алып қоямыз. Дәл осылай екінші қамырды үлкейтіп, жұқа қамыр етіп жайып аламыз. Жайылған қамырдың үстіне бөлме температурасында еріген 200 грамм сары майды, сливочный маслоны жағамыз. Барлық жеріне жағылды. Енді үстіне екінші қамырды жаямыз. Екінші қамырдың үстіне де қалған майдың бөліктерін жағып, тегістеп шығамыз. Бір шетінен дөңгелектеп орап, холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз.
Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Мен фаршты қуырып алдым. Еті жақсы жұмсақ болып піссін деп. 2 пиязды жақсылап майдалап турап, фаршы майлау болғандықтан бір картошка теркадан өткізіп араластырып жібердім. Қоспасына қарай тұз, қара бұрыш қосып салмасын дайындап аламыз. Енді холодильникте 4 сағат тұрған қамырды бөліктерге бөліп, арасына ұн сеуіп, жұқа қамыр етіп, самсаны түйіп алатындай қылып жайып шығамыз. Жайылған самсаның бөліктеріне фаршымызды салып, шетін кесіп, үшбұрыштай етіп орап шығамыз. Айналдырып, дөңгелектеп, сонда біздің тюльпан самсамыз шығады. Гүл сияқты болып, оның астыңғы жағын үшбұршек етіп орап, қайтарып түйіп аламыз. Дәл осылай барлық самсаларға фарштарымызды салып, шетін кесіп, дөңгелетіп, думалақтап орап, гүл жасап, тюльпан қылып түйіп шығамыз. Міне барлығын түйіп алдым. Енді жұмыртқаның сарысын бетіне асықпай жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін тюльпан самсаның бетіне күнжіт себеміз. Мен қолмен жабыстырып шықтым барлығына. Міне барлығына күнжіт сеуіп шықтым. Енді 180 градуста 25-30 минутқа қойып, самсамызды пісіріп аламыз. Самсамыз дайын, дастарханның сәні, әдемі болып көрінетін тюльпан самсалар дайын болды. Қонақтарыңызға ұялмай ұсына аласыздар. Ал баршаңызға ас болсын. Тюльпан самса ұнаса, каналыма тіркеліп, подписация бөлімін басып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Толық рецепт описание бөлімінде тұр. Қанша грамм, қанша миллилитр қойғанының барлығы анық жазылып тұр. Рецепті сақтап алып, WhatsApp арқылы, Instagram арқылы поделиться етіп бөлісіңіздер.
Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Қарлығаш Асилханқызы. Дәл осындай қатпарлы әдемі чак-чак жасағыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріп қолдап отырыңыз. Осы чак-чактың рецептін жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Видеоны сохранить етіп алып, немесе құрбыларыңызбен бөліссеңіз де болады. Ал енді осындай дана-дана көзге тартымды көрінетін, дастарханның сәні болып тұратын чак-чакты бірге жасайық. Өте дәмді, қытырлақ, керемет болып шығады. Бізге қажетті заттар: үстімізді жылытып, оған ертілген сұйық майды қосамыз, ертілген сливочный майды қосамыз. Барлығын бір келкетіп араластырып, 2 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқамыз сүтпен жақсылап араласқанша күтеміз. Мен енді 2 шай қасық қопсытқыш қосып алдым. Қоспаға салып араластырамыз. Көпіршіп, қоспаның бетінен шығу керек осылай. Енді мөлшеріне қарай ұн қосып, қамыр жасап аламыз. Ұнды аз-аздан қосып, бір келкі қамыр жасаймыз. Дәл осылай қамырымыздың басы бірікті, жақсылап иілеп, тегістеп аламыз. Енді дайын болған қамырды екіге бөліп, домалақтап суалап, оқтаумен жаюға дайындаймыз. Қамырды иіліп болғаннан кейін, оны осылай бөлек етіп алып, қолмен жайып алсақ, оқтаумен жаюға өте ыңғайлы болады. Әрбір тегіс әдемі болып жайылады. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер, өте ыңғайлы. Қамырды жұқа етіп, бір келкетіп жайып алдым. Енді екі жағынан осылай ұзыншалап орап шығамыз. Ортасын пышақпен бөліп аламыз. Тақтайдың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды қойып аламыз. 1 см қалыңдықта қиғаш етіп, жақсылап қамырды турап аламыз. Екінші қамырды да дәл осылай 1 см қалыңдықта қиғашынан турап дайындаймыз. Мен ұнын аздау сеуіп көппін. Осылай арасын ашып, барлығын тақтайдың бетіне қойып аламыз. Енді қызып тұрған майға чак-чактарымызды салып, екі бетін майға қуырып аламыз.
екі бетінде жақсылап қызартып қуырып сүзіп аламыз. Енді 200 грамм шекерге 100 мл су құйып, дәл осылай кеседегідей сироп жасап аламыз шекерден. Дайын болған чақчақты соған малып екі бетінде ыдысымызға әдемілеп қойып шығамыз. Міне біздің қатпарлы, өте дәмді чақчақтарымыз дайын. Қонақтар келгенде немесе өзіңіздің үйіңізге осылай жасап, отбасыңызға ұсынсаңыз, қуанып қалады. Описание бөліміне еще деп бассаңыз, рецепттің нақты үлгісі шығады. Сол жерден рецепті ала аласыздар. Қанша грамм қосқанның барлығын описаниеда қалдырамын. Чақчақ сізге ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарияда өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Сіздер де мен сияқты дәл осылай жасап көріңіздер. Және комментарияда қалай шыққанын бөлісе кетіңіз.